Барлықтарыңызға жалынды сәлем. Сіздермен бүгін қайнатпалы қамырдан карпатка тортын әзірлейтін боламыз. Кремді тәтті жегілеріңіз келгенде осы тортты әзірлеуге кеңес берер едім. Бізге кремге сүт, құмшекер, жұмыртқа, лимон шырыны, картоп крахмалы және де май қажет. Ал қамырымызға 100 мл су, 100 мл сүт, 4 дана жұмыртқа, 70 грамм маргарин, шым-шым тұз, жарты шай қасық ас содасы және де ұн. Барлығының құрамын астына жазып өтетін боламын. Ең әуелі сүт, су, тұз, ас содасын араластырып, үстіне майымызды салып, орташа отқа қайнауға қоятын боламыз. Қайнаған бойда ұнымызды, илектен өткізілген ұнымыздың барлығын толық салып, қамыр болғанша тез жылдамдықпен араластыратын боламыз. Ешқандай су қалмау керек. Түбін қозғаған кезде жаңағы қыратындай қамыр пайда болғанда, демек біздің қамырымыз дайын деген сөз. Осы бойда қамырды алып, басқа ыдысқа су үшін салып, араларын ашамыз. 1 минутта суиды. Сонымен жұмыртқамызды кезек-кезек салып, қамырымызды араластыратын боламыз. Бірінші бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Қамырмен толыққанды бірігіп араласпайынша екінші жұмыртқаны салмаңыздар. Және де осылай 4 жұмыртқамен де қайталап істейтін боламыз. Қаттылау зат алғандарыңыз дұрыс. Мен ағаш таяқшасын пайдаландым. Духовканы осы уақытта қыздырып қойсаңыздар болады. 180 градусқа 20 минуттай пісетін болады. 22 сантиметрлік формамызға қамырымызды теңдей екіге бөліп, бірінші астын салып пісіріп аламыз. Бетіне қасықтың көмегімен тау секілді кішкене үйшік келтіретін боламыз. Өз еркілеріңізде, әрине келтірмесеңіздер де ісіп шығады. Духовкаға салып пісіріп аламыз. Және де екінші қамырды да солай пісіретін боламыз. Піскен қамырларымызды суытып, крем дайындауға кірісейік. 2 дана жұмыртқамен құмшекермен жақсылап араластырып, үстіне картоп крахмалын саламыз. Сүтімізді отқа қайнауға қойып қоямыз. Және де қайнайын деп тұрған сүтімізді осы қоспамызға салып, аз-аздан араластырып, бұл қоспаны қайтадан сүтке қосып, қайнағанша күтеміз. Сол аралықта 1 шай қасық лимон шырыны мен сары майымызды салып, араластыратын боламыз. Қайнағанға дейін, қоюласқанға дейін ұстаймыз. Сонымен бізде крем дайын. Кремнің суығанын күтіп, тортымызды жинайтын боламыз. Формамның шетін пергамент қағазымен кигіздім. Және де астын бірінші қамырымызды салып, бетіне кремді салдым. Креміне осындай қоюлықта шықты. Дәмі тіл үйреді. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Кремнің барлығын толыққанды салып, ретке келтіріп, үстіне екінші қамырымызды салып, бір түнге немесе 6-8 сағатқа қалдырсаңыздар, крем қамырға сіңіп, өзін ұстайтын болып дайын болады. Мен бір түнге қалдырдым. Міне қазір абайлап пергамент қағазын аламыз. Сонымен тортымыз дайын. Кез келген затпен бетін әсемдесеңіздер болады. Қант ұнтағын немесе шоколад ертіп қойсаңыздар болады. Дәмі ерекше, нәзік. Жасап көруге кеңес беремін барлықтарыңызға. Оңай, үйдегі бар затпен барлықтарыңызға ас болсын.